Барлықтарыңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сіздерге кішкентай хабарландыру айтып жүрейін. Видеоны бастамай жатыр. Мен видеоларым енді сәрсенбі және жұма күндері шығатын болады, аптасына 2 рет. Және де қандай тақырыптар мен видеоға түсірейін. Көп сұрап жүрген адамдар өте көп тақырыптар туралы. Неге аптасына 2 рет, өткені өзімді стимулдау үшін, осылай каналдан жоқ болып кетпес үшін аптасына 2 рет деп график қойдым. Яғни мен видеоларымды сәрсенбі және жұма күндері күтуге болады. Бүгінгі тақырып коронавирус туралы. Коронавирус біздің өмірімізге 2020 жылы былай ашып кірді десектер болады. Көбісі коронавирусы жоқ деп ойлайды. Коронавирус жоқ, ондай ол қалай айтсам болады, өтірік нәрсе деп. Бұлай айтқан кезде, егер сен коронавируспен біреуің ауырмаса, жақыныңыз ауырмаса, солай деп ойлауға болады. Ол вирус жоқ сияқты. Егер сіздің жақыныңыз ауырған болса, менің өзімнің ата-енем ауырған, одан кейін күйеуімнің жағының бәрі ауырып шықты деуге болады. Ол ПЦР тесттері, яғни анализдерінің бәрі положительный болып, коронавируспен біреу жаңағы ауруханада емделді, біреу үйде емделіп, яғни ол вирус менің өмірімде өтті, бар деген сөз. Өзім ауырмасам да жақындарым қатты ауырып, қатты күйде болып, Құдайға шүкір, жазылып шықты. Сондықтан бұл ауру бар. Ол сұрақ, бірінші сұрақ. Мен тек сұрақтарға жауап беремін, сіздер қазір сұраған. Екінші сұрақ, коронавирус қашан бітеді деген сұрақ бар. Қашан бітеді? Қашан біз өзіміздің бұрынғы өмірімізге, маскасыз жүретін өмірімізге, жалпы далада жүретін күшті кездерге қашан келеміз? Өкінішке орай, осы менің ойымша, осы 2 жылда, алдағы 2 жылда ондай нәрсе болмайды. Біз азанда тұрып, бүгін коронавирус жоғалып кетті, жоқ, енді ешқандай карантиндер болмайды, ешқандай қорқыныш болмайды деген ойдан арылыңыздар, өйткені ондай болмайды. Неге? Өйткені коронавирус деген дәл ОРВИ сияқты, ОРВИ дегеніміз острый респираторный вирусный инфекция, ол дегеніміз дәл ОРВИ белгісі. ОРВИ деген не? Сіздер гриппен, жаңағы вирустық инфекцияларға мұрныңыз ағып, басыңыз ауырып, сондай болмаған адам жоқ. Вируспен ауырмаған адам жоқ. Сол сияқты осы коронавируспен біз барлығымыз ауырып өтуіміз керек. Ол деген жалпы популяциялық иммунитет деп аталады. Яғни біреуі 100% деп алсақ, біздің Қазақстанның мысалы, біреуі 50% мысалы өзіне вирусты қабылдайды, ағзасы оған жауап қайтарады, яғни температура беріп, жаңағы белгілерін беріп, бір мысалы 30% мүмкін деймді, ешқандай бессимптомный носительдер болады, яғни бессимптом деген ешқандай белгілері жоқ, өзі ұстап жүреді ол вирусты, біреуге жұқтырып жүреді, білмей, бірақ ауырмайды. Басқалары 10% ауыр түрінде өтеді, 10-20% мен ойымша. Сондықтан бәріміз ауырып өтпегенше коронавируспен, ол коронавирус өкінішке орай еш жаққа кетпейді, барлығымыз ауырып өтуіміз керек. Сол, екінші сұрақ, үшінші сұрақ, коронавирус егер барлығымыз ауырып өтетін болса, осы сұрақты осыдан шығады, ауырып өтетін болсақ, барымыз неге, онда карантин бәрімізге салып жатыр? Бәріміз неге ауырып өтпейміз? Сонда да ауырады екеніміз ғой барлығымыз. Какая разница дейді ғой орысша. Неге бәрімізді карантинмен үйде отырғызып жатыр? Ол біздің жалпы министерствоға байланысты, яғни өйткені біз мысалы барлығымыз бір-бірімізді жұқтырып, ауырып қалсаңыз, ойлаңыздар, не болады? Катастрофа болады. Больництерде орын жоқ болады. 20% жаңағы асқынумен өткен адамдар, коронавирус білеміз көбінесе жайда өтеді, орташада өтеді, асқынумен өтеді, яғни реанимацияда оған ИВЛ, искусственная вентиляция легких дейді, ИВЛ аппараты керек болады. ИВЛ аппараты дегеніміз, ол өкпенің жұмысын жалпы уақытша замещать етіп тұрады. Уақытша оның өкпенің жұмыс істемей тұрған кезде сізге көмектесіп тұрады демалуға. Ол аппараттар бір больницада мысалы 10-20 болуы мүмкін. Оған, яғни біз деген 17-18 миллион адамның саны оған жеткіліксіз. Сондықтан карантин не үшін? Барлығы бірдей ауырып қалмас үшін адамдар, сондықтан карантин керек сол үшін. Егер біз карантин қоймасақ қазір,
егер бәріміз бірдей бір-бірімізді жаймен деп жұқтырып, араласып, мектепке балалар барып, садикке барып, барлығымыз жұмысқа барып, маскасы жүретін болсам, барлығы ауырады. Больницада орын жоқ болады. Жалпы дәрігерлер жеткіліксіз, дәрі жеткіліксіз болады. Сондықтан карантин барлығымыз ауырып өтеміз, бірақ қазір емес. Біреулері осы айда, екіншілері екінші айда, келесі солай 2 жылдың ішінде бұлай созып, біздің медицина барлығымызға көмек көрсете алу үшін, сол үшін карантин керек. Ол бізді үйден тығып, оны жалпы барлығын тоқтатып, экономиканы тоқтату үшін ешкім оған рахат алып жатқан жоқ. Біздің денсаулығымыз үшін жасалып жатқан нәрсе. Соны естеріңізде болсын. Жалпы коронавирустың симптомдарын айтып өтейін. Коронавирустың симптомы дәл ОРВИдің симптомы сияқты. Жалпы коронавирус дегеніміз вирус. Ол ешқандай бір отдельный не емес, вирустың түрі емес. Ол ОРВИдің ішіне жатады, бірақ оның асқынуы жалпы гриппке қараған кезде өте жоғары. Сондықтан шамалы қорқып жатқанымыз сондықтан. Енді айтайын, симптомдары: температураңыз болады, одан кейін жөтел, жалпы құрғақ жөтелден басталады, одан кейін жалпы күйіңіз нашарлайды. Үстіңізде бұлшық еттеріңіз ауырады, сүйектеріңіз ауырады, сосын бас ауру болады. Бас аурудан кейін барлығы жаңағы жағдайыңыз нашарлайды. Одан кейін температураңыз мысалы 3-4 күн болуы мүмкін, кейбір адамдардығы түседі, кейбір адамдардікі мысалы одан самай көбейе береді. Ол неге байланысты? Егер сізде өкпеңізде қабыну процент, жалпы сіздің егер өкпеңізде қабыну болып жатса, егер сіздің коронавирусы жалпы сіздің өкпеңізге барып, ол көбейсе, яғни ол кезде өкпенің қабынуы болады. Өкпенің қабынуы ол пневмония дегеніміз. Егер сондай болса, сіздің температураңыз түспейді, асқынулар болады. Ол асқыну ентікпе. Жалпы ентікпе дегеніміз не? Адам жалпы демалғанда 18 рет демалады, әр кеткен кезде, жүгірген кезде 20 реткен дейін. Егер одан көбейіп жатса, сіз деп демалсаңыз, сізге яғни оттегі жетіспейді, сіздің ауаңыз, сізде сезім болады, сіз судың астында тұрған сияқтысыз, сізге біреу оттегіні жайлап беріп отқан сияқты сезім болса, егер сізді өзіңізді тұншыққан сезім болса, ол ентікпе. Ентікпенің жалпы сізде түрлері болады, сатылар болады, оған тоқталмай қойын. Ентікпе деген не екенін білдік. Коронавирус сізде ентікпе бар ма, ентікпе басталып келе жатыр ма, қалай білу керек, соны айтып жіберейін. Егер сізде жаңағы температура, жөтел, жағдайыңыз нашарлап тұрса, ең коронавируста басқа вирустардан айырмашылығы сізде дәм сезу және иіс сезу рецепторлары төмендейді, немесе мүлдем жоғалып кетеді. Яғни сіз коронавируспен басталған кезде, сіз тамақ ішіп жатқан кезде дәмі жоқ сияқты. Иіс келген кезде сол иістің белгілері төмендейді. Сондықтан соның бірінші белгілері басқа вирустардан айыратын. Менде осы коронавирус ау деген белгі солай. Содан кейін жаңағы ентікпеге келетін болсақ, ентікпенің басталып келе жатқанын қайдан білеміз? Сіз жалпы температураңыз жөтел басталған кезде деп тұрасыз. Қанша ретке дейін тұра аласыз? Мысалы, көп 30 секундқа дейін тұра алатын болсаңыз, сіздің ешқандай ентікпеңіз жоқ, сіздің жалпы өкпеңіз жақсы жұмыс істеп тұр деген сөз. Егер сіз олай тұра алмайтын болсаңыз, 10 секундта, 5 секундта сізге деп тез-тез демалғыңыз келіп тұрса, дем жетіспей, біреу жалпы тұншықтырғандай сезім болса, ол сізде ентікпе басталып келе жатыр деген сөз. Енді келесі сұрақ, 5-ші сұрақ мен ойымша, қай кезде дәрігерге көрінеміз? Коронавирусты қазір көп адамдар қорқып жатыр, дәрігерлер емдемейді, сіз үйден емделу керексіз. Неге? Өйткені коронавируста дәл басқа вирустар сияқты өтеді. Яғни ОРВИ ол ОРВИдің бір түрі. Яғни оған сізде дәл ОРВИді емдейсіз ғой, басыңызға ауыр, симптоматикалық дейді. Қандай симптом бар, соны басудың амалын жасайсыз. Яғни сізде температураныз көтерілсе, сіз парацетамол, балаларға ибупрофенді беруге болады. Дозировкасын бәрін өзіңіздің участковый врачтан сұраңыз. Өйткені сіздің қазір қанша салмағыңыз қанша екенін мен білмеймін.
Сондықтан егер сіз температураңызды басасыз, одан кейін жалпы тәбетіңізді байқайсыз. Қандай? Сіз су іше аласыз ба? Міндетті түрде тамақ ішпесеңіз де 1-2 күнде суды міндетті түрде ішу керек. Өйткені сізде сусыздану болып қалуы мүмкін. Ол өте ағзаға қауіпті. Сондықтан суды көп ішеміз. Судың ішіне лимон салуға болады, өйткені лимонның ішінде витамин С бар. Витамин С деген бізді иммунитетке өте жақсы көмектеседі. Содан кейін екінші не істейміз? Вирустық препараттар бар, ингавериннен бастап өте көп анаферон балаларға, кейбірлері ацикловерді да қолданып жатыр. Ацикловер деген оны мен ойымша қолданудың қажеті жоқ. Жаңағы басқа противовирусный препараттар. Өйткені коронавирус бірінші очередте. Өйткені көбінесе бірден антибиотик салып жатыр адамдар. Ол дұрыс емес. Бірінші вирусты өлтіңіздер. Егер асқыну болып жатса ғана сіздерге дәрігерлеріңіз салады. Антибиотиктің сіздің салмағыңызға байланысты есептеп салады. Оны есептеуді тек қана дәрігер жасау керек. Содан кейін, егер сіздің температураңыз болып тұрса 3 күн, одан кейін мұрныңыз ағып, басыңыз ауырып, қатты ауырып жатырсыз, ондай белгілер барлық вирустарда болады. Ол кезде үйде жатып, жылы шай ішіп, өзіңізге қарап, противирустарды ішіп, препараттарды, одан кейін жақсы шай ішіп, жақсылап терлеп жатуға болады. Қай кезде біз дәрігерімізге айтамыз: дәрігер, мен ауырып жатырмын, маған көмектесесің бе деп. Ол қай кез? Егер сізде жөтел басталса, жөтел аяқ астынан басталса, егер сіздің өкпеңіз деп кішкентай бір сіз жүрген кезде, сондай кезде, қимылдаған кезде, далаға, магазинге шыққан кезде сондай басталса, міндетті түрде сіздер жаңағы өзіңіздің дәрігерге, участковый дәрігер дейміз ғой, соған айтасыз: несінде осындай болып тұр, коронавирустың белгілері болып тұр, не істеймін деп. Егер сол кезде сізге не істейтін барлығын протокол бойынша барлығын айтады сізге. Және де 6-шы сұрақ: антибиотикті қолдануға бола ма? Антибиотик дегеніміз антибактериалдық терапия дейміз. Оның барлығы не? Оның барлығы бактерияға арналған. Ал коронавирус дегеніміз не? Ол коронавирус дегеніміз вирус ата деп тұр. Ол бактерияға арналған дәрі. Вирусқа көмектесе ме? Меніңше көмектеспейді. Қай кезде көмектеседі? Егер біздің ағзамыздың барлық ағзада, менде, сізде барлығымызда бактериялар бар, өзіміздің бактериялар. Патогенді флора бар. Біздің иммунитетіміз күшті кезде ол үндемей, жарайды деп жатады. Біздің осындай коронавирустар келіп бәрін қоздырып жатқан кезде иммунитетімізге не да вируса болады патогенного, сол кезде патогенді вирустар деп көтеріледі. Патогенді бактериялар, кешіріңіздер. Сол кезде коронавирус иммунитетті түсіреді, бактерияларымыз қозады. Сол кезде бактерияларды өлтіру үшін ол белгілер: жөтеліп кетесіз, өкпеңіздегі бактериялар, тамақтағы тұрған жерде барлық көптеген бактериялар бар. Солардың бәрі тамақ іседі, сол кезде жөтел басталады. Сол кезде, яғни тек дәрігердің нұсқаулығымен, өйткені оның дозировкасы көп, бактериялардың жалпы классификациясы, түрі көп, дәл сізге қайсысы керек екен тек дәрігер шешеді. Сондықтан антибактериалдық терапияда антибиотикті тек жөтел басталған кезде, ентікпе басталған кезде дәрігер сізге өзіңіздің салмағыңызға байланысты дозировкасын есептеп беру керек. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Сол симптомдарын барлығын айттық. Симптомдарына кейбір адамдарда диарея болады. Диарея дегеніміз ол іш өту болады. Ол сол коронавирустың бір белгілері. Енді сіздерге коронавирусты қалай алдын аламыз, соны айтып жіберейік. Коронавирус кезінде неге маска тағамыз? Неге барлығымызды маска тағып тастайды? Ол дұрыс па? Маска керек па? Керек емес па? Сол келесі сұрақ. Барлығы түсінікті деген ойдамыз. Қалған сұрақтардың бәрін комментарийда жазыңыздар. Болмаса, тағы да сұрақтар қалса, басқа видеоларға заказ беріңіздер. Мен барлығын түсіремін. Алдында айтып кеттім. Жалпы сәрсенбі және жұма күндері аптасына 2 рет мен шығатын боламын. Сіздермен Гүлім Маратқызы. Сау болыңыздар.